Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біз сабағымызды бастамас бұрын сабаққа жақсы көңіл күймен кірісу мақсатында мына тақпақты бірге айтайық. Амансың ба алтын күн? Амансың ба көк аспан? Армысың ба жер ана? Амансың ба достарым? Жалқаулықты тастайық, сабағымызды бастайық. Бұл сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге жұмбақ қоятын боламын. Сол арқылы сендер сабақтың тақырыбын анықтайтын боласыңдар. Ал ендеше бастайық. Қар мұз еріп, көбейіп, сай-салаға толады. Бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Бұл қай мезгіл болады? Қанекей балалар, жауабын айтамыз. Ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл көктем мезгілі екен. Ал енді келесі жұмбақ. Бұлттар төніп, жерге төгіліп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғайып, өңі тайып, дала нұры қашады. Бұл қай кезде болады? Жауабы? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Ол бізде күз мезгілі екен. Келесі жұмбағымыз. Аяз қысып, өрнек сызып, терезені торлайды. Қарға омбығып, бет томбығып, сырғанақ жастар ойнайды. Бұл қай кезде болады? Қанекей ойланайық. Жауабы? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Қыс мезгілі. Жарайсыңдар. Бұл соңғы жұмбақ. Шомылып жүземіз, жадырап жайнап жүреміз. Күн ұсарып, күн ыстық, асыр сап ойнап күлеміз. Бұл қай кезде болады? Жауабы? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл жаз мезгілі екен балалар. Сонымен балалар, бүгін біз жұмбақтардың шешімін таптық, және де бұл мезгілдерді бір сөзбен қалай атауға болады екен? Әрине, жыл мезгілдері деп атаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта не туралы айтамыз? Бүгінгі сабақта не үйренеміз? Қандай тапсырмалар орындаймыз деп ойлайсыңдар? Әрине, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жыл мезгіліне арналмақ. Яғни бүгін біз жыл мезгілі туралы ертегіні оқып танысатын боламыз. Және де бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Ал енді балалар, сендер қандай жыл мезгілдерін ұнатасыңдар? Және де неліктен? Әрине, әр жыл мезгілінің өзіндік ерекшеліктері бар. Ал сендер білесіңдер ме, осы 4 жыл мезгілі бірдей кездеспейтін елдер болады екен. Және де осы жыл мезгілдерін қандай ерекшеліктері бар? Және осы жайлы толығымен білу мақсатында сендермен бірге бейнематериал көріп алайық. Кеттік. Алан аға, далаға шығып ойнайықшы. Болмайды, қар жауып тұр, ауырып қаласың. Шіркін, далада ылғи жаз болып тұрса ғой. Онда саған экватор маңына көшу керек. Қойыңызшы, жер бетінде қыс болмайтын жер бар ма? Экватор деген қай жер? Экватор деген жерді теңдей екі жартыға, яғни оңтүстік және солтүстік жартышарға бөліп тұрған сызық. Сонда экваторда мәңгілік жаз болып тұра ма? Экваторға жақын аймақтарда 2 жыл мезгілі болады. Ұзаққа созылған құрғақ ауа райынан кейін жаңбыр маусымы басталады. Қалайша, бір жылда 4 мезгіл болады емес пе? Дана, жердің пішіні қандай? Шар тәрізді. Дұрыс, жердің өз білігінен айналатынын білесің ғой. Иә, жер өз білігінен айналғанда күн мен түн ауысады. Егер жер өз білігінен айналмаса, онда жердің бір жағында мәңгі жарық болып, қатты ысып кетер еді. Ал екінші жағында мәңгі түн болып, қатты суып кетер еді. Дұрыс, жер өз білігінен айнала отырып, күнді де айналады. Иә. Жердің күнді айналып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Ал жер күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады.
бір жылда 365 күн бар. Мұның жыл мезгілдерінің ауысуына қандай қатысы бар? Тікелей қатысы бар. Жер күнді айналуының арқасында жыл мезгілдері ауысады. Түсіндім. Жер күнді айналып жүргенде, күнге жақынырақ кетсе, онда жаз болады. Егер күннен алыстау кетсе, онда қыс болады. Жоқ, қателесесің, Дана. Жердің күнге жақындап алыстауының жыл мезгілдеріне еш қатысы жоқ. Түсінікті. Қай жағымен қарап қозғалса, сол жағында жаз болады ғой. Дұрыс. Себебі ол жағына күн сәулесі тік және көп түседі. Ал қай жағында күн сәулесі көлбеу және аз түссе, сол жағында қыс болады. Міне, солтүстік полюс күнге қарап тұрған кезінде, экватордың солтүстік жағындағы елдерде жаз, ал экватордың оңтүстік жағындағы елдерде қыс болады. Түсінікті. Тағы қай жерлерде қандай жыл мезгілдері болады? Арктика мен Антарктидада 2 жыл мезгілі ғана болады. Жаз және қыс. Ол жерде күн мен түннің ауысуы болмайды. Қыста үнемі қараңғы, күн шықпайды. Ал жаз бойы күн батпайды. Қызық екен. Мен ондай жақта тұрғым келмейді. Қыс мезгілі болатын, күн мен түн ауысып тұратын жақта тұрғанымыз қандай жақсы болды. Сонымен балалар, сендермен бірге жыл мезгілдері туралы бейнематериал көріп шықтық. Ал енді кел ойнайық. Бұл ойынның аты өз үйіне орналастыр деп аталады. Және де бұл ойынның мақсаты жыл мезгілдерінің суретінің тұсына аяттарын бөліп орналастыру. Өздерің көріп тұрғандай, бұл жерде 12 ай атауы берілген, және де 4 жыл мезгілі берілген. Бірінші суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл күз мезгілі. Бірге орналастырайық. Қыркүйек, қазан және соңғы айы ол қараша айы екен. Жарайсыңдар балалар, келесі кезекте қандай сурет бейнеленген? Әрине, бұл қыс мезгілі. Қанекей бірге орналастырайық. Бірінші айы оның желтоқсан, қаңтар және соңғы ақпан айы. Жарайсыңдар. Келесі суретте қай мезгіл бейнеленген деп ойлайсыңдар? Әрине, ол көктем мезгілі. Бірге орналастырайық. Бірінші айы наурыз, сәуір және мамыр айы екен. Жарайсыңдар. Ал соңғы бізде қай мезгіл? Ол әрине жаз мезгілі. Қанекей, бірге орналастырайық. Бірінші айы бізде ол маусым, шілде және соңғы тамыз айлары. Жарайсыңдар балалар. Біздің келесі тапсырмамыз қай зат артық деп аталады. Және де оған неге артық деген сұраққа жауап беретін боласыңдар. Бұл жерде өздерің көріп тұрғандай 4 сурет берілген. Бірінші суретте не бейнеленген деп ойлайсыңдар? Әрине, онда бірінші қар, аққала, шаңғы және де жапырағы бар ағаш бұтағы бейнеленген. Бұл суретте не артық деп ойлайсыңдар? Қанекей ойланамыз. Әрине, бұл суретте жапырағы бар ағаш бұтағы артық деп ойлайсыңдар, Өте дұрыс. Неге артық деп ойлайсыңдар? Өйткені бұл жаз мезгіліне тән. Жарайсыңдар. Екінші суретте не көріп тұрсыңдар? Өте дұрыс. Көбелек, гүл, шырша және құлпынай. Бұл суретте не артық деп ойлайсыңдар? Қанекей ойланамыз. Жақсылап ойланамыз. Әрине, шырша артық. Және де не себепті артық деп ойлайсыңдар оны? Өйткені бұл қыс мезгіліне тән екен. Келесі суретке назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрмыз?
Жарайсыңдар. Шана, күртеше, қолшатыр, содан кейін жеміс ағашының бұтағы, өсіп тұрған енді. Бұл суретте не артық деп ойлайсыңдар? Қанекей жақсылап ойланамыз. Әрине, сендер дұрыс таптыңдар. Бұл суретте шана артық. Не себепті артық деп ойлайсыңдар? Өйткені бұл қыс мезгіліне тән сурет екен, Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді соңғы суретке назар аударайық. Бұл суретте не көріп тұрсыңдар? Құстың иясы, саңырау құлақ және қайық, сонымен қатар ағаштың бүршік жарып тұрған бұтағы бейнеленген екен. Бұл суретте қайық артық, дұрыс таптыңдар. Сонымен балалар, жарайсыңдар. Сендер дұрыс таптыңдар. Ал ендігі кезекте біз ертегімізге кезек берейік. Жыл мезгілдері ертегі. Ертеде ғасыр деген бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жылдың 2 ұлы 2 қызы болыпты. Үлкені қыз шатақ мінезді болыпты. Десе, мә деген сотқарлау, басынан сөзін сырмайтын қиқары болыпты. Содырлау болғанымен, әкесі оны бір беткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем, жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі жақсы көреді екен. Ал жаз әпкесіне қарағанда ашық жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін адалдығымен, таңғышықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге болай ренжіп, бортүйіп қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тие алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді жомарттығы үшін, ақ көңілділігі үшін бәрі де ұнатыпты. Сонымен балалар, біз ертегімен танысып шықтық, Енді сендерге мынандай тапсырма. Ертегінің мазмұны бойынша кестені берілген мысалдармен толықтыр. Бұл жерде көктемге мысалы көрікті, сұлу, сезімтал деп тұр, Енді бізде жаз, күз, қыс айларын сипаттауымыз қажет. Бұнда бірінші шатақ. Шатақ қай мезгіл болды? Ойланайық. Дұрыс, шатақ бұл қыс мезгілі болды. Сотқарлау. Ол қай мезгіл болды? Ол да қыс мезгілі болды. Жайдарлы. Бізде жаз мезгілі, дұрыс айтасыңдар. Ақ көңіл. Ақ көңіл бұл қай мезгіл болды? Дұрыс айтасыңдар. Ол күз мезгілі. Бірбеткей. Бізде қайсы болды? Ол қыс мезгілі болды. Сонда бізде қыс шатақ, сотқар, бірбеткей болды. Енді бізге жаз, күз айларын табу қажет. Жомарт. Бізде қай мезгіл болды? Дұрыс айтасыңдар. Ол бізде күз мезгілі болды. Ашық. Бізде жаз мезгілі болды. Көңілді. Бізде жаз мезгілі болды. Ал ерке бізде соңғысы ол күз мезгілі болды, Сонымен балалар, жарайсыңдар, сендер барлығын дұрыс таптыңдар. Көктем сондай көрікті, сұлу, сезімтал, жаз жайдарлы, ашық, көңілді, күз ақ көңіл, жомарт, ерке, қыз шатақ, сотқарлау, бірбеткей болыпты. Жақсы, жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы мүлтіксіз орындадыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңдар.